Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі рецептіміз ұйғыр мантысы. Өте дәмді, өте ерекше болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдын ала мен қамырды илеп қойғанмын. Жай ғана жұмыртқа, тұз салынған қамыр және де тартылған етке біз жуаны және тұз, бұрыш керегінше саламыз. Енді біз қамырымызды осылай дәл видеодағыдай осылай турап аласыздар, ұзынша етіп. Қамырымыз тынып демалу керек, дереу жаюға болмайды. Осылай бөлшектеп біркелкі етіп жайып шығасыздар. Міне осылай барлығын жайып болғаннан кейін дәл осылай видеодағыдай түйіп шығасыздар. Өте оңай, өте дәмді болып шығады. Рецепттің мөлшері описанияға жазып кетемін. Міндетті түрде жасаңыздар. Міне осылай астын үсті майлап, қазанға салып, 45-50 минут бойы пісіресіздер. Міне біздің мантымыз пісті. Өте дәмді, өте сочный болып шықты. Соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет.